кітапханаға, кітап керек өз санаға, оқысаң жиі. Арсын қасалығыне Ақтөбе қаласы номері 27 орта мектеп лицейінің 3 А сынып оқушысы. Абылайзе Аяуын Төреханқызы. Осы жазғы демалыс кезінде оқыған кітабым 5 ертегі. Оның ішінде Қасқыр мен Кірпі, бір өзімнің, Аштан мен Тышқан, Түлкі мен Құмыры, Торғай мен Тышқан деген ертегі бар. Кішкентай балдарға арналған. Мен осы ішіндегі бір өзімнанға тоқтай кетейін. Бір өзімнанның ұзақ дейінгі еңбектің жолы туралы айтылынады. Кішкентай балаларды біледі. Нанның адамдарға қажет екенін, еңбек пайда екенін кішкентай балаларда түсінеді. Оны егу, оны суару, ору, қамыр илеу, тарту, нан пісіру сияқты көптеген еңбек. Ертегіде балаларға көптеген нанмен ойнамау, нанды тастамау деген насихат айтылады. Нан еңбектің жемісі, әр адам оған еңбектенеді. Нанға құрмет, еңбекке құрмет. Маған кітап оқыған қатты ұнайды. Балаларға кітап оқуға кеңес беремін. Мен оқыған кітапты сен де оқы.